Егер 3 ай бойы турникке тартылу тұрақты түрде жаттықсаң, денеңде мынадай өзгерістер болады. Бұлшықеттегі өзгерістер. Арқа бұлшықеттері кең, арқа айқын көріне бастайды. Бицепс, иық, білек күшейіп, көлемі ұлғаяды. Кеуде мен пресс жанама түрде дамиды. Дене жоғарғы бөліктен кеңейіп, тәрізді форма пайда болады. Күш пен төзімділік. Бастапқыда 2-3 рет қана тартылсаң, 3 айдан кейін 10-15 рет немесе одан да көп тартыла аласың. Қол мен иықтың ұстау күші қатты артады. Дене қалпы осаңқа. Арқа түзу бола бастайды. Иық алға еңкейіп тұрмайды. Омыртқаға түсетін қысым азаяды. Май азаюы. Арқа, қол аймағындағы артық май азаяды. Дене қатайып, рельеф пайда болады. Әсіресе дұрыс тамақтансаң. Жалпы әсер, өзіңе деген сенім артады. Тәртіп пен шыдамдылық қалыптасады. Күнделікті істерде күшті сезінесің. Жақсы нәтиже үшін аптасына 3-5 рет тартыл. Әртүрлі түрін жаса: кең, тар, кері ұстау. Демалыс пен ұйқыны ұмытпа. Егер бізбен дамығың келсе, онда біздің марафонға қосыл, бірге дамимыз.